Қазір мен сіздерді шығармамда қолданатын сөздердің тізімімен таныстырамын. Тыңдаңыздар. Ашытқы, оқтау, аңғар, әйтсе, бауырымен жорғалаушылар, сүтқоректі, қарақойрық, сусар, күзен, құндыз, мәрмәр, ақтас, бағындыру, кеменде, шекара. Қазір орыс тіліне нұсқаларды оқимын, тыңдаңыздар. Дрожжи, скалка, ущелье, однако, пресмыкающийся, млекопитающийся, джайран, куница, хорек, бобр, мрамор, известняк, подчинять, как минимум, граница. Сөздердің тізімін қолданам, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Қазақ тілі әңгіме жазғанда жаттығу. Тыныш демалыс күні. Демалыс күні отбасы үйде қалуға шешті. Балалар мен ересектер немен айналысатынын таңдауға шешіп жатты. Біз теледидардан көрейік. Бүгін жабайы жыртқыш-аңдар туралы қызық бағдарлама шығады. Мен хайуанаттарды жақсы көремін, деді жасөспірім баласы. Мен сендерге керемет түсқағаз дайындамақпын, деді анасы. Жақсы онда. Мен қызықты кітап оқимын. Кешке жиналып, біз бәріміз өз демалыс күні тәжірибемізбен бөлісейік, деді әкесі. Кеш. Анасы бірінші сөз алды. Мен түскі асқа жаңа рецепт бойынша балыш пісірдім. Қамырды ашыткымен жасап, оны оқтап, дөңгелектеп жасадым. Сосын ет, пияз, бұрыш қосып, қамырға орап, пешке салдым. Бірақ ең бастысы дәмдеуіш. Арнайы Қытай дәмдеуішін қостым. Менің балышым барлығына ұнады ма, деді шешесі. Иә, анашым, бірінші татуымнан бұл менің өмірімдегі ең дәмді балыш болған, деді баласы. Сенің тәжірибең қалай болды? Әкесі сұрағын қойды. Теледидардан хайуанаттар әлемінде бағдарламасын көріп, аңдардың өмір сүруін тамашаладым. Онда бауырлары мен жорғалаушылар және сүтқоректі жануарлар туралы айтылды. Өскеменде зоолог болармын шығар. Тағы да қандай хайуанатты көрдің? Онда біздің өлкемізде түсірілген деректі фильмде сусар, күзен, құндыз, қарақойрық туралы көрсетілген. Менде күнімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. Кітабымда адамзат қалай қоршаған ортаны және табиғатты мыңдаған жылдар бойы бағындыратын еді. Сендер білесіңдер, адам мәрмәр және ақтас мыңдаған жылы құрылыста қолдануда. Ежелгі заманда бәрі мәрмәрден әдемі сәулеттік ғимаратты
салапта. Әйтсе, адам табиғатқа кері әсер де жаса алады. Бізге табиғаттымыз сақтау үшін қоршаған ортаға кемінде абай болу керек. Жақсы онда. Үйге өткізілген керемет демалыс күні екен. Ертең жұмысқа баруым керек. Экология экспедиция ретінде өлкеміздің таудағы шаһарына барамыз. Тауға көтеріліп, таулы аңғардағы тіршілігіне үлкен көшкеннен кейін қандай көмек қажет екенін зерттейміз. Мен сіздердің есіңізге салғым келеді. Диктант жазғанда ұмытпаңыздар. Ол тілді үйрену өте пайдалы жаттығу. Қазір синхрон аудармасының тырысайық, тыңдаңыздар. Әдеттегідей осы жаттығу жасау үшін мәтінді орыс тіліне оқимын. Тихий день отдыха. В выходной день семья решила остаться дома. Дети и взрослые выбирали, чем им заняться. Давайте посмотрим телевизор. Сегодня будет интересная передача про диких хищных зверей. Я люблю животных, сказал подросток. Я собираюсь приготовить вам замечательный обед, сказала мама. Отлично. Тогда я почитаю интересную книгу. А вечером соберемся и все вместе поделимся впечатлениями о своем дне отдыха, сказал отец. Вечер. Мама взяла слово первой. Я к обеду испекла пирог по новому рецепту. Замесила тесто на дрожжах, раскатала его, сделала круглую лепешку. Потом добавила мясо, лук, перец, завернула в тесто и поставила в печь. Но самое главное – приправа. Я добавила специальную китайскую приправу. «Понравился ли вам мой пирог?» – спросила мама. «Да, мама. С первого кусочка я понял, что это самый вкусный пирог в моей жизни», – сказал сын. «А какой у тебя был опыт?» – поинтересовался отец. Я смотрел по телевизору программу «В мире животных» и восхищался жизнью зверей. Там рассказывали о пресмыкающихся и млекопитающих. Может быть, когда вырасту, стану зоологом. А каких еще животных ты видел? Там показывали документальный фильм, снятый в нашем районе про куницу, горностая, бобра и сурка. Я тоже хочу поделиться впечатлениями о своем дне. В книге рассказывается о том, как человечество покорило окружающую среду и природу на протяжении тысячелетий. Знаете, что мрамор, известняк, люди используют в строительстве уже тысячи лет. С древних времен из мрамора возводили прекрасные архитектурные сооружения. Однако человек может и негативно влиять на природу. Нам нужно быть хотя бы осторожнее с окружающей средой, чтобы сохранить нашу природу. Что ж, это был прекрасный день отдыха, проведенный дома. Завтра мне предстоит поездка на работу. Мы едем в экологическую экспедицию на горный рубеж нашей страны. Поднимемся в горы и исследуем, какая помощь требуется экосистеме горной долины
после крупного оползня.